Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 154-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы 3 амалмен орындалатын есептер шығару. Сабақтың мақсаты 3 амалмен шығарылатын есептерді модельдеу және есепті шығару. Өрнектердің мәнін табу. Балалар, оқулықтағы бірінші тапсырмаға қараймыз. Өрнектің мәнін тап. Шолу дөңгелегінің биіктігін тап дейді. 802 бөлу 2 қосу 660 бөлу 6 азайту 451 өрнегі берілген бізге. Енді біз бірінші бұл жерде 802-ні 2-ге бөліп аламыз. 802-ні 2-ге бөлгенде 401 болады. 660-ты 6-ға бөлеміз 110. Екеуінен шыққан санды бір-біріне қосамыз. 401-ге 110-ды қосқан кезде 511 шығады. 511-ден азайтамыз 451 теңдігі 60 болады. Екінші есепті шығар. Астына қараймыз. Шолу дөңгелегіндегі 24 стандартты орынның әр қайсынан 6 адамнан отырды. Ал 12 жайлы жабдықталған орынның әр қайсына 4 адамнан отырды. Шолу дөңгелегіне барлығы неше адам отырды дейді. Жаңағы стандартты орынның әрқайсына 24 адамнан 6 адам отырса, 24-ті 6-ға көбейтеміз. Сонда 144 болады. Сендер көбейткен сандарыңды төбесіне қара қаламмен жазып қойсаңдар да болады. 12-ні 4-ке көбейтеміз. Жайлы жабдықталған орынның әрқайсына 12 адамнан 4 адам деп тұр ғой. Сонда 48 адам болады. Енді жалпы стандартты орынмен жайлы жабдықталған орынға барлығы қанша адам отырды дейді. 144-ке 48-ді қосамыз. Сонда шолу дөңгелегіне барлығы 192 адам отырған. Әсіне қараймыз. Әсінде Алияның 600 теңгесі болды дейді. Ол 165 теңгеден 2 билет сатып алды. Алияның неше теңгесі қалды дейді. 165 теңгеден 2 билет сатып алса, 165-ті 2-ге көбейтеміз. Шыққан санды 165-ті 2-ге көбейтіп аламыз. Сол шыққан санды 600-ден азайтамыз. Сонда Алияның қанша теңгесі қалғанын балалар өзіміз. Балалар, үшінші тапсырмаға қараймыз. Бос орындарға тиісті сандарды қой дейді. Сендерге оқулыққа қарасаңдар, үйдің макеті берілген, соның әр бөлігінде сандар берілген. Төбесінде 530, 644, 310 деген сандар берілген. Мына жерде бос торкөздерге белгісіз санды тауып қойған кезде 530 шығу керек дейді. Енді біз осы жердегі бірінші және екінші ұяшықтағы есептерді шығарып көрейік. Ары қарай өздерің шығарасыңдар. Мысалы, бірінші ұяшықта 530 болу үшін 20 қосу, одан кейін санымыз белгісіз, қосу 150 дейді. 150-ге 20-ны қосып аламыз, 170 болады. 530-дан 170-ті азайтамыз, сонда 360, яғни белгісіз санымыз 360 екен. 20 қосу 360, қосу 150 теңдігі 530 болады. Мен сендерге бірден түсінікті болу үшін 530 тең 20 қосу 360 қосу 150 деп осылай көрсетіп бердім. Енді келесі екіншісінде 530 шығу үшін бірінші санымыз белгісіз. 130-ға 180-ді қосқан кезде 310 шығады. 530-дан 310-дағанда 220 шығады. Сонда 220 қосу 130 қосу 180 теңдігі 530-ға тең болады екен. Және де 530 шығу үшін 310-ға қосамыз 20-ны, қосамыз 200-ді, сонда 500 болады. 530 шығу үшін бірінші санымыз белгісіз. 500-ге 25-ті қоссақ 525, енді оған 5-ті қоссақ 530. Мұның осылай есептерді ары қарай шығарамыз. Енді 640 дейді. Бірінші санымыз 380.
Екінші санымыз белгісіз. Қосамыз. 200-ді 380-ге 500, 380-ге 200-ді қоссақ 580 болады. 640-тан 580-ді азайтқанда 60 болады. Сонда 380 қосу 60, қосу 200, 640-қа тең екен. Келесі 150-ді қосамыз 330-ға, қосамыз 160-ға 640 болады. 170-ті қосамыз 200-ге, қосамыз 270, теңдігі 600. Және де 640 болу үшін бірінші санымыз 490, қосамыз 100-ге 590, екінші санымыз белгісіз. 640-тан 590-ды азайтқанда 50 болады. Сонда 490 қосу 50, қосу 100, теңдігі 640 болады екен. Осылай әрқарай есептерді шығарамыз. Енді төртінші тапсырмаға қараймыз. Астына бізге тік төртбұрыштың ауданы белгілі, оның ұзындығы мен ені қанша дейді. Және барлық қандай нұсқалар болатынын жазып көр дейді. Біз бұл жерде біреуінің ауданы 96 метр квадрат, ұзындығы белгісіз, ені белгісіз. Енді біз не істейміз? 96 метр квадрат, яғни ұзындығы мен енін табу үшін 2-ге бөліп аламыз. Енді біз 12 деп көбейту 8 метр деп аламыз. Ұзындығы 12 метр, ені 8 метр. 12-ні 8-ге көбейткенде сонда төртбұрыштың ауданы 96 метр квадрат болады екен. Және де басқа да нұсқалар бар. Мысалы 48 ұзындығы метр, ені 2 деп алсақ 96, немесе 33 көбейту 3 деп алсақ та теңдігі 96 болады. Екіншісінде 140 метр квадрат, 14 метрді 10 метрге көбейткен кезде ұзындығы 14 метр, ені 10 метр. Сонда 140 метр квадрат шығады екен. Және де мысалы 35-ті 4-ге көбейтсек де 140 метр квадрат. Осындай нұсқалары көп. Және де 350 метр квадратты 35 метрді 10-ға көбейтеміз. Ұзындығы 35 метр, ені 10 метр деп. Сонда 350 метр квадрат болады екен. Және де мысалы ұзындығы 70, ені 5 деп алып, теңдігі 350 метр. Бар әсіне қараймыз. Тік төртбұрыштың периметрі белгілі, оның ұзындығы мен ені қанша дейді. Бұның да бірнеше нұсқаларын қарастыруға болады екен. Біз периметрін табу үшін ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтетін едік, балалар. Енді бізде бірінші периметр 98 метр, ұзындығы мен енін тап дейді. Мысалы, ұзындығын 30 метр деп алсақ, енін 9 метр деп алып қоссақ, 39 көбейтеміз 2-ге, сонда 98 болады. Және де мысалы 40-ты қосамыз 9-ға, 49 көбейтеміз 2-ге десек де 98 болады екен. Енді келесі периметр 120 метр, ұзындығы 59, ені 1 деп 60 көбейтеміз 2-ге, 120 метр болады. Және де мысалы 40 метр және ені 20 метр деп алсақ, сонда 120 метр болады екен. Енді келесіде әсінде үшіншісінде периметр 140 метр, 50 метрге қосамыз 20 метрді 70 метр болады. 70-ті көбейтеміз 2-ге, 140 болады. Мұны осылай арқарай есебімізді жалғастырып шығара беруімізге болады екен, балалар. 5-ші тапсырмаға қараймыз. Диаграммада Астанадағы Хан Шатыр ішіндегі ойын-сауық орталықтарына келген демалушылар туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастырып, оны топтағы балаларға қой дейді. Диаграммаға қарасаңда, диаграммада монорельс, кинотеатр, су аттракционы, кафе, космо ойын сауық орталықтары берілген. Мен бұл жерде жалпы адам саны қанша деген есеп құрастырдым. Сол кезде мына диаграммаға қарасақ, монорельста 10 және 5 неден асқан 15 адам, кинотеатрда 11 адам, мына 10-ға дейінгі сызық бір клеткадан асып тұр, бір тор көзден, сонда 11 болып тұр. Су аттракционында 31 адам, кафеде 10 адам,
Космо ойын-сауық орталығында 70-ке 2 тор көз жетпейді, сонда 68 адам бар екен. Бәрін жалпы қосқан кезде 135 адам. Ал сендер кері есептерді құрастыруларыңа болады. Мысалы, Космо ойын-сауық орталығында 68 адам, кафеде 10 адам. Оған қарағанда қаншауы кем деген сияқты солай есептер құрастырылады. Балалар, 6-шы тапсырмаға қараймыз. Көбейткіштердің квадратының көбейтінділермен алмастырып, олардың мәнін тап дейді. Бізге бірінші жақшаның ішінде 4-дің квадраты қосу 7-ның квадраты жақша жабылған бөлу 5 деген өрнек берілген. Енді осының мәнін табайық. 4-дің квадраты бізде 16 болады. 7-ның квадраты 49, яғни 16-ға 49-ды қосамыз, 65 болады. 65-ті бөлеміз 5-ке, сонда теңдігі 13 болады. Енді астында жақша ашылған 7-ның квадраты қосу 10-ның квадраты көбейту 6 дегенде 7-ның квадраты 49, 10-ның квадраты 149. 149-ды 6-ға көбейткенде 894. Мына осылай 5-ның квадраты, 6-ның квадраты қосамыз 9-ның квадраты теңдігі 142. Сендер де осылай өздерің шығарып көріңдер және де түсініп алыңдар. Осылай есептерді жалғастырамыз. 7-ші тапсырмаға қараймыз. Екілік қатар заңдылықты анықта және оның кемінде 4 мүшесін жазып қатарды жалғастыр дейді. Бізге астында 1, 10, 3, 9, 5, 8, 7, 7, 9, 6 деген сандар берілген. Енді оны ары қарай жалғастыр дейді. Мысалы, 1 және 10 деген, сонда 10-нан 1-ді азайт деген сөз. 10-нан 1-ді азайтқанда 9-ға кеміді. Өсу реті бойынша 1, одан кейін 3, 5, 7, 9, 11, 13. Және де біз мына жерге 9, 6-дан кейінгі сандарды жаңағы 6-тан 1-ді азайтқанда 5, 5-тен 1-ді азайтқанда 4. Осылай жалғастырамыз. Әсінде 16, 12, 15, 11, 14, 10 және де жаңағы бізге ары қарай жалғастырыңдар дейді. 13, 9, 12 сандарын. Енді олар қалай шықты? 16-дан азайтамыз 4-ті 12 болады. 12-ге қосамыз 3-ті 15 болады. 15-тен азайтамыз 4-ті 11 болады. 11-ге 3-ті қосамыз 14 болады. 14-тен 4-ті азайтқан кезде 10 болады. 10-ға 3-ті қосамыз 13. 13-тен қайтадан 4-ті азайтамыз 9 болады. 9-ға 3-ті қосамыз 12. Мысалы, қайтадан ары қарай жалғастырып